Ардақ, осы жер бетінде не болады ғой? Дауыл қатты, жел, жаңбыр, қатты мысалы аяз, оның бәрі Аллахтан бір белгі ма бізге? Әрине. Мысалы, өткенде -30-ға дейін бүкіл Қазақстан бойынша региондарда күн салқын болды ғой. Барлығы қатты, тағы да Екібастұз қаласы қайтадан қатты деп естіп отырмыз. Енді міне мысалы, қазір жаңбырлар, бүкіл Қазақстан бойынша жаңбырлар. Әрине үлкен ескерту. Мысалы, бір үлкен ескерту мынандай. Қазір мысалы, мен өзім Павлодарданмын ғой. Ішім ашып жатыр да, неменеге дейсің ғой, Алланың қалауы ғой, енді Алла шебер ғой, әр нәрседе. Бірақ 52 миллион теңгеге Ледовый городок салады, жаңа жыл қарсаңына. Сөйтіп алды да, жаңбыр жауды, бәрі еріп кетті. Сол 52 миллион теңге Алланың қалауымен жоқ болып кетті. Енді шығырыңыз десең қазір, кім кінәлі, анамына сонда кімді кінәлайсыңдар? Алланы кінәлайсыңдар ма енді деймін да? Алла солай істеді. Бұл сендерге ысыраптың қандай көкесі екенін көрсету үшін. Мысалы, сол 52 миллион теңгеге қанша отбасылар көмектесуге болады. Сол Павлодар облысында жаңа жыл қарсаңында бөлінген ақша 100 миллион теңге екен, ойлашы? Жаңбыр қазір көп қалада болып отыр ғой. Иә, бүкіл қалаларда осы Ледовый городоктар бар ма? Еріп жатыр қазір. Бүкіл ақша ысырап. Миллиард теңгелер. Мысалы, біз Хадия қайырымдылық қоры арқылы қанша адамдарға көмектесеміз, ақшаны тірнектеп жинаймыз да. Просто алды да 100 миллион теңгені шашып берді далаға. Бір мұзға. Ішің ашымай ма? Ашиды, конечно. Еще бір таңғалған, тағы бір жыным ұстатты бағана. Жаңалықтар оқып отырсам, Ледовый городокты Павлодар обещает заново построить. Қайтадан ақша салады. Қайтадан ақша салады. Что за дебилизм вообще? Нонсенс та, бұл таңғалатын нәрсе. Сыраптың сырабы. Сырапшылдар кімдер? Шайтанның досы деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бұл өте қиын нәрсе да. Конечно, дауыл болсын, бәрі қандай бір катаклизм болсын, бәрі Алланың қалауымен болады. Бұл Алланың қалауымен болды да, қаншама осындай жаман нәрселер келіп жатыр да. Бірақ оның бәрі көбісі көрмейді ол белгі ретінде. Белгі ретінде көріп жатқан жоқ ешкім. Тағы бір белгі мысалы, осы жаңа жылда адамдар ең көп преступность, мысалы, полиция қызметкерлерінің таныстарым бар, достарым, ең көп преступность жаңа жылда болады. Ең көп убийство жаңа жылда. Ішкілікпен ұсталатындар, зорланған қыздар, әбүйірінен айырылған қыздар, аварияға түскендер, арақпен сотталып жатқандар. Осы жаңа жылда көп болады. Осындай жаманшылықты әкелетін нәрсеге соншама неменеге ақша салады деймін да. Жарайды, елку поставь, өздерің білдір, не істесеңдер. Айналасың ба, ола, жаңа жыл харам, Дед Мороз баран дейді, снегурочка, дурочка, еще такой, дальше. Сондай сияқты нәрселерді кішкентай балалардың өздері біліп жатыр да. Кішкентай балалардың өздері осы тақпақты айтып жатыр. Неужели остановиться нельзя? Столько денег, қаншама ақша ысырапқа кетіп жатыр. Конечно, мен жаным ашиды. Халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруге болады қаншама. Нан таппай жатқан, білесің ғой өзің, нан таппай жатқан семьяларға барамыз, етін береміз, кәмпиттерін, көкөністерді берген кезде қандай түрлерін көресің ғой? Қуанған. Сол ақшаны соларға бөлсеш, миллион теңге на Новый год в подарок десең, каждый мұқтаж семьяға сол 100 миллионды 100 семьяға бөлетін болсаң, қаранша? Қанша жыртығын жамайды ғой? Алады, просто алды. Салды 52 миллион. Ақ кетті, еще мы восстановим деп, еще көкіректерін қақып қояды. Өзінің ақшасы емес пе? Конечно, ол казенный деньги. Самая лучшая машина это государственная машина деген сияқты. А есім ба мемлекеттік? Өз ақшасы болса никогда салмайды Ледовый городок. Алланың қалауы.